Астана қаласы әкімдігінің номер 87-ші Қадыр балабақшасында біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мектепалды топ тәрбиеленушілерінің көп балалы ата-аналары мен отбасы бақыт мекені атты конференция өтті. Конференция мақсаты жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарда бойына сіңірген ұрпақ тәрбиелеу. Конференция шымылдығы мектепалды топ тәрбиеленушілерінің "Мен бақытты баламын" музыкалық ән шашылуымен ашылды. Бірінші болып Еркемай мектепалды тобының тәрбиеленушісі Марқаш Ибрахим "Менің әкем арқа сүйер тірегім" тақырыбын қозғап, әкенің бала өміріндегі алар орнын ескере кетті. "Менің анам кеудемдегі жүрегім" тақырыбымен Назарбаева Гүлдана Шерханқызы ана ретіндегі басты мақсаты баланың қажеттілігін өтеу ғана емес, ол бойына ұлттық құндылықты сіңіру екенін атап өтті. Нұрай мектепалды тобының ата-анасы Ташынов Нұрсұлтан Тоқтарұлы "Адал адам деген кім?" деген сұраққа жауап берді. Әр адам әділ болса, ұлт та әділ болмақ деп сөз қорытып, әділдікке, шыншылдыққа, батылдыққа шақырды. Ромашка мектепалды тобының ата-анасы Сабырбекұлы Әділбек өз отбасындағы 5 маңызды ережені атап, әрқайсының бала дамуына тигізер үлесін атады. Конференцияның соңғы спикері Сек Юлия Еновна спорт отбасының басты қағидасы екенін және де ата-ана балаға үлгі бола білу керек екенін дәлелдеді. Конференцияның жалғасы Қадыр балабақшаның дене тәрбие нұсқаушылары ата-аналар мен қонақтарға шертпе, зерек ойындарын ойнатып, бой сергітті. Конференция соңы нағыз мерекеге айналды. Төребек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Нарбекова Баянның бастауымен номер 87-ші Қадыр балабақшасының меңгерушісі Аханова Ләйлә Жақановна көп балалы отбасындағы 1-ші сынып табалдырығын аттайтын 29 бүлдіршінге сабаққа керек құрал-жабдықтарға толы сөмке сыйлады. Бұл сыйлық бүлдіршіндердің сабаққа деген ынтасын ашып, көп балалы ата-аналарға да жеңілдік болатыны сөзсіз. Себебі бүгінгі табалдырық аттаған бүлдіршін біздің еліміздің ертеңі, болашағы. Жомарт болсаң жай табылар төрден керім, адамдарда қайталайды көргендерін. Өзіңе ертең сауап болып оралады, өзгеге бүгін беріп бергендерің демекші, жақсылық жауапсыз қалмайтыны анық. Қорытынды сөз іс-шараға келген номер 56-шы балабақшаның меңгерушісі Малгаждарова Камшет Жеңізқызы және де номер 82-ші Аяру балабақшасының меңгерушісі Аугалиева Райхан Алтынхановнаның сөзімен аяқталды. Бүгінгі конференцияның атқарар міндеттерін және де ата-ана, бала, балабақша арасындағы сабақтастықтың маңызын, сондай-ақ біртұтас тәрбие бағыты бойынша отбасылық әжелер, аталар, әкелер, аналар мектептерінің тигізер үлесінде қосты. Атаулы іс-шара өткізу арқылы Қадыр балабақшасы ата-аналармен тығыз жұмыс жасайтынын көрсете алды. Себебі баланың ата-анасы ең алғашқы тәрбиешісі болса, сол тәрбиенің дұрыстығы тәрбиешісінен, ал ұстаз бала бойына білім дәмін себетін тұлға.